Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге қазанның қақпағында пісірілетін қазан нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Бар болған 15-20 минуттарыңыз ғана кететін, әрі тандыр нанның дәміне өте қатты ұқсайтын керемет жұмсақ әрі дәмді нандардың бірі. Сондықтан міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер және видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қазан нанымыздың қамырын жасау үшін ең алдымен бір шыны жылы суымызға жарты шай қасық тұзымызды және бір шай қасық толтырып қантымызды және 2 үлкен ас қасықпенен 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап қантымыз бен тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Ендігі кезекте бізге 500 грамм ұнымыздың ортасын ашып алып, бір ас қасық құрғақ ашытқымызды, яғни дрожжымызды қосып, оның үстінен дайындап алған жаңағы жылы суымызды құйып, бірінші қасықтың немесе қолдың көмегімен барлық ұнды қамыр ретінде біріктіріп, қамыр илеп алатын боламыз. Иленген қамырымыздың бетін жауып немесе салафанға кигізіп, ашығанша 30 немесе 40 минутқа қойып қоямыз. Мен салафанға кигізіп қойдым, менде ровно 35 минут ашып шықты. Енді ашыған қамырымызды сопақ қылып аламын да 2 бөлікке бөліп аламын. Егер сіздерде көбірек шығатын болсаңыздар, 3 немесе 4 бөлікке бөліп алсаңыздар да болады. Мен осындай үлкен болып шығу үшін 2 бөлікке бөліп, 2 қолдың көмегімен жақсылап дөңгелетіп, тағы да бетін жауып, 10-15 минутқа тындырып қоямын. Қазан нанымыздың қамыры тынғанша газ отымызда орташа қалыпта қазанымыздың қақпағын жақсылап 6 немесе 7 минутқа қыздырып алатын боламыз. Қазан нанымыз пісіп шыққанша қазанымыз қарайып кетпес үшін ең алдымен осылай аздаған тұзымызды қосып қойсаңыздар болады, сонда қазандарыңыз ақ күйінде сақталады. Енді кезекте біздің тынған қамырымызды алып, 2 саусақтардың көмегімен жақсылап ортасын ойық қылып ойып аламыз. Одан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай саусақтың көмегімен 2 шетін міндетті түрде қалың қылып алыңыздар және ортасын басуды ұмытпаңыздар. Сонда қазандарыңыздағы нан қақпағын жапқан кезде төмен қаратай түспейтін болады. Енді кезекте қамырымызды аударып, артқы бөлігіне жұмыртқаның сарысын немесе суымызды жақсылап жағып аламыз. Мен су жағатын боламын. Жан-жағына жақсылап жағып алғаннан кейін біздің қызып тұрған қақпағымызды алып келіп, оның үстін ортасын жақсылап саусақтың көмегімен басып, одан кейін вилканың немесе нан ұрғыштың көмегімен ортасын басып алуды ұмытпаңыздар. Одан кейін әрине жұмыртқаңыздың саруызын және де кунжуттарыңызды сеуіп, қызып тұрған қазанымызға біздің қақпағымызды жауып, орташа отта 15-20 минутқа қамырымыз біздің қызарып піскенше пісіріп аламыз. Міне біздің қазанымыздың қақпағында піскен қазан нандарымыз дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Суығаннан кейін өте жұмсақ болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма міндетті түрде дәл қазір тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.